Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымда құлпынай қосылған шоколадты бірге дайындайтын боламыз. Толық құрамда бесәне бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен таза ыдысымызға құлпынайды салып, жақсылап сумен жуып аламын. Таза салфетканы видеодағыдай төсеп, жуылған құлпынайды осы салфетканың үстіне қойып шығасыздар. Толық жуылып болғаннан кейін тағы да таза салфетканы төсеп, құлпынайымызды құрғақ етіп сүртіп шығамыз. Толық сүртіліп болғаннан кейін өлшемге өлшеп және температура градус өлшейтін градусты алып, шоколадымыздан 150 грамм алып, паровой ваняда ерітетін боламыз. Және артық 50 граммды бөлек қойып қоямыз шоколадты. Шоколадты ертуге қойдым. Толық ерігенше осылай араластырып тұрамын. Паровой ванядағы шоколадымыз 45 градус болу керек. 45 градуста толық еріп шығу керек. Градусты алдым. Енді осыны 45 градусқа жеткенше араластырып қарап тұратын боламын. «45 градусқа жеткеннен кейін паровой банядан алып тастап, жаңағы алып қойған 50 грамм шоколадымызды осы бірінші еріген шоколадқа салып, жақсылап араластырамыз. Қалған шоколадты тура осы видеодағыдай салып, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Одан кейін тағы да градусын өлшеп, градусымыз 31 немесе 32 градусқа дейін салқындатуымыз керек. Жақсылап араластырасыздар, ешқандай түйіршік қалып қоймау керек. Толық араластырып болғаннан кейін енді градусын өлшейміз. «31 градус болды. Енді құлпынайымызды дәл видеодағыдай жапырағын артқа қарай қайырып, еріп тұрған шоколадымызға салып, жасай берсек болады. Құлпынайымыз дайын. Енді өз қалауыңызша бетін әдемілеп шықсаңыздар болады.
Құлпынайымыз дайын болып болғаннан кейін коробкамызға орналастырамыз. Өз қалауыңызша әдемілесеңіздер болады. Осылай етіп әдемілеп коробкаға салып шығасыздар. Қазір лентасын байлайтын боламыз. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бетіне әсемдік үшін осылай құлпынайды салып шықтым. Құлпынайымыз толық дайын болды. Енді міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өз қалауларыңызша бетін осылай лентамен байлап шығасыздар.